Мен осы техниканы жасап, миым тынышталды. Қалай екенін айтам, видеоны соңына дейін қара. Алдымен өзімді таныстырып өтейін. Мен Ниязбек Ұлбосын, ипотека маманымын. Блогымда тұлғалық даму, өмір инсайттар және ипотека жөнінде айтатын боламын. Блогыма жазылып ал, одан да өзге пайдалы ақпараттар көп болады. Менде сен сияқты ойлайтынмын, жоспар жазу ол деген үлкен бір бизнесмен, үлкен кәсібі бар, занятой адамның ісі деп. Бірақ ойлап қарасам, осы техниканы жасағаннан кейін бастап мен түсіндім, что сен жоспарлап бастайсың келесі айды, сол кезде сенің істеу керек еді ғой деген істерің істеліне бастайды. Алу керек еді ғой деп миыңның бір бөлшегінде жүрген заттар алынатын болады. Бұл техниканы толығырақ айтатын болсам, сіз ең алдымен өз өміріңізді сфераларға бөліп тастайсыз. Яғни денсаулық, отбасы, отношения, дамуыңыз, жұмысыңыз, осы сияқты сфераларға бөліп тастайсыз. Әр сферада осы алдағы айда сіз не істеуіңіз керек, не алуыңыз керек, соны толық жазып өтесіз. Мысалы, отбасыға байланысты үлкен ұлымның осы айда тісін емдетуім керек, кіші ұлға витаминдер алуым керек деген сияқты. Отношенияны айтатын болсақ, осы айда біз кездесуге баруымыз керек күйеуіммен деген сияқты. Оған қанша кетеді, әрқайсысына суммасын жазып қоясыз. И әр сфераға бөлек жазған соң, барлығын суммасын общий қосасыз. Бұл сіздің осы алдағы айда табуыңыз керек суммаңыз. Енді осы сумманы табуыңыз керек. Ал енді келесі этап, сіз қалай табасыз, қалай таба аласыз. Мысалы, айлыққа жұмыс істейтін болсаңыз, 130 мың айлық, бірақ сіздің жаңағы жазған суммаңыз одан 200 мың, мысалы 250 мың шығуы мүмкін. Сондай кезде сіз астына жазасыз, мен тағы не істей аламын, қандай менде табыс көздері бар, мен осы суммаға жеткізуім үшін деген сияқты. Әр өзіңіздің қолыңыздан келетін істеріңізді, табыс таба алатын мүмкіндіктің барлығын жазып шығасыз. И сол сумманы толтыруыңыз керек. Сонымен осылай жазып шығасыз. Болды. Келесі айға жоспар дайын. И күнделікті немесе апта сайын сіз оны ашып қарап, сол жоспар бойынша жүріп, мен мынаны істеуім керек деудің ешқандай қажеті жоқ. Жаздыңыз, соңып кеттіңіз. Келесі айдың басында немесе осы айдың алдағы айдың соңында сіз анализ жасайсыз. Сол кезде ашып қарайтын болсаңыз, минимум 70% бұл техниканың былайша түсіндіретін болсақ, ол миға сигнал деп айтсақ та болады. Яғни сіз жүйелеп, барлығын өзіңізге не керек, не істелу керек, не алуыңыз керек, барлығын жүйелеп қағазға жазатын болсаңыз, ол уже миыңызға сигнал. Миыңызда ол жазылады, ми өзінен өзі соған кірісетін болады. И жаңағы ұмытып кеттіңіз барлығын, айдың соңында қарасаңыз, уже белгілі бір бөлігі сізде шынымен де орындалған болады. Ал жазбайтын болсаңыз, ананы алуым керек еді, мынаны алуым керек еді, мынаны істеуім керек еді деп айдан айға қалып, мақсатыңыз, арманыңыз орындалмай уақыт өте беретін болады.